Сәлем достар, бүгін сіздермен өзбекский палау дайындаймыз. Ол үшін бізге май, пияз, ет, сәбіз керек болады. Майымызды қызған қазанға құйып, қызған соң үстіне етімізді саламыз. Етімізді жақсылап қызартып қуыруымыз керек. Етіміз қызарған соң үстіне пиязды саламыз. Пиязымызды 10-15 минуттай қуырамыз. Осылай қып-қызыл болып қуыру керек. Аппақ болып қалмау керек. Осылай қызартып қуырамыз пиязды. Оның үстіне сәбізімізді салып 1-2 минут қана қуырып жібереміз. Қуырып болған соң тұзын салып, дәміне қарай. Міне мен 1 литр су құйдым. Себебі 1 банка күріш демдеп жатырмын, соған 1 литр су құям. Суымыз қайнаған соң, 1 сағаттай қайнатқан соң, күрішімізді жібітіп қоямыз. Жуып, тазалап, оның үстіне тұз салып, жібітеміз. Міне қайнап жатыр. Күрішімізде жарты сағаттай жібіп тұрды суда. Енді оның үстіне күрішімізді жайлап саламыз. Осылай күрішіміздің бәрін салып болған соң үстін әдемілеп бір тегіс қылып, астындағы парливімен араласып кетпеу керек. Осылай тегістеп шығамыз видеодағыдай. Егер чеснок салатындар болса, осы кезде міне чеснокты салып жібереміз. Егер салмасаңыздар да болады. Аузын жауып, 20 минуттай қайнатамыз суы тартылғанша. Міне менде суы тартылды. Сосын үстін осылай кішкене астында парливі араласып кетпеу керек. Үстін ғана осылай аударып шығамыз бір келкі. Осылай тегістеп, қасықпен былай тесіп шығамыз. Ортасын ашып, астына ауа кіріп тұру керек. Астына ауа кіріп піседі. 20 минут тұрды тағы да. Араластырып қойдым. Уже пісейін деп қалды менде. Тағы да 5 минутқа жауып қойдым. Енді дымдап жатырмын. Зіремді сеуіп, тағы 5 минутқа. Міне тамағым дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Ешқандай езілмей, күшті болды. Өте дәмді болып шықты. Дайындап көріңіздер, өте дәмді болады. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Астындағы қызыл кнопканы баса кетіңіздер. Ас болсын.